4 класстың дүниетану пәні бойынша дәрісімізді бастаймыз. Оқушылар, оқулығымыздағы 7-ші тараудың 27-ші тақырыбына тоқталамыз. Оқушылар, сабағымызды бастамастан бұрын кім боламын ойынын ойнаймыз. Дәрігер, кәсіпкер, мұғалім, қаржыгер, бұлар мамандық иелері. Ендеше мамандық иесі болу үшін сапалы білім алуымыз керек. Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы Қазақстанның білім берудегі. Мына суретке қарап, ересек адамдар немен айналысып жатқанын байқадық. 20 ғасырдың басында халықты жаппай сауаттандыру мәселесі қолға алынды. Сөйтіп, ауылдар мен қалаларда білім беру пункттері ашылды. Алан, өскенде сен кім болғың келеді? Мен дәрігер болғым келеді. Сенші? Мен әлі білмеймін. Мұңайма, Дана. Сенің әлі көп уақытың бар. Жоғары сыныпта өзіңнің таңдаған бағытың бойынша оқуға мүмкіндігің болады. Ол қалай? Мектептің 10-11 сынып оқушылары өздері таңдаған бағыт бойынша оқиды. Бұл олардың болашақта мамандық таңдауына көмектеседі. Қандай керемет! Алан, білесің бе? Көрші-үйдегі Самат шетелге оқуға кетті. Я, Дана, ол болашақ бағдарламасы бойынша шәкіртақыға ие болды. Шәкіртақы деген не? Егемендік алған соң, жас мемлекетімізге болашақта елімізді дамытатын жоғары білімді мамандар қажет болды. Сондықтан 1993 жылы болашақ халықаралық шәкіртақысы тағайындалды. Қандай қызық! Я, Дана, енді дарынды жас қазақстандықтар шетелде оқу мүмкіндігіне ие болды. Бұл білім беру саласындағы зор жетістіктің бірі. Алан, мен шетелде оқи алмайтын шығармын. Себебі анам мен әкемді сағынатын болармын. Уайымдама, Дана, сен халықаралық білімді шетелге шықпай-ақ ала аласың. Оны қалай істейді? Алан, айтшы. Сен Назарбаев университетіне барып оқи аласың. Назарбаев университеті? Ол біздің тұңғыш президентіміздің құрметіне аталған университет пе? Я, Дана, Назарбаев университеті 2010 жылы тұңғыш президенттің бастамасымен ашылды. Бүгінде жоғары оқу орнының аты әлемге танымал. Себебі ол жерде түрлі мемлекеттен келген білікті мамандар жұмыс істейді. Ал университет әлемдік жоғары білім беру талаптарына сай. Қандай тамаша! Дана, Назарбаев университетінен бөлек, Қазақстанда жоғары стандартқа сай келетін оқу орындары көп. Қандай? Алан? Қазақ ұлттық өнер университеті. Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университеті. Қазақ-Британ техникалық университеті. Асфендияров атындағы Қазақ ұлттық медициналық университеті. Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университеті. Қожа Ахмет Яссауи атындағы Халықаралық қазақ-түрік университеті. Қазақстан менеджмент, экономика және болжау институты. Және тағы да басқалары. Болашақ талапкерлер мектеп бітіруші түлектер ұнататын пәндері бойынша таңдау жасай отырып, кез келген университетке оқуға түсе алады. 1928 жылы мұғалімдер даярлайтын институт ашылды. 1930 жылы барлық балаға міндетті бастауыш білім беру тәртібі енгізілді. 1962-63 жылы
7 жылдық мектептен жалпыға ортақ 10 жылдық мектеп енгізілді. 1980-90 жылдары 6 жастан оқыту жүйесі қолға алынды және мектептер 11 жылдық болды. 1991 жылы гимназия, лицей, колледждер пайда болды. 1993 жылы елбасы Нұрсұлтан Назарбаев халықаралық болашақ шәкіртақысын тағайындады. Республикамызда зияткерлік мектептер және жоғарғы деңгейдегі оқу орындары ашылды. Ақиқат және жалған әдісі арқылы сабағымызды қорытындылаймыз. Берілген сөйлемді оқи отырып, ақиқат немесе жалған екенін анықтаңыздар. Енді нақты жауаптар мен өздеріңіздің жауаптарыңызды тексеріңіздер. Біріншісі ақиқат, екіншісі жалған, үшіншісі ақиқат, төртіншісі ақиқат, бесіншісі ақиқат, алтыншысы жалған. Сен де бір кірпішіне тетігін тақта бар қалан деп Абай атамыз айтпақшы, адам өмірден өз орнын табуы үшін терең білімнің қажет екендігін түсінген боларсыздар. Бүгінгі сабаққа қатысқандарыңызға рахмет. Сау болыңыздар.